Торғай мен адам. Ерте заманда бір саятшы тор құрып қойыпты. Бір күні оның торына кішкентай ғана торғай түсіп қалыпты. Саятшы торғайды қолына ұстап, үйіне алып бара жатыпты. Сонда торғай тіл қатып: "Мен кішкентай торғаймын, союға жарамаймын. Қапасқа салсаң, қапаланып өліп кетемін. Мені еркіме қоя бер, кең дүниеге жібер. Оның ақысына саған екі ауыз ақыл айтайын" депті. Адам ойланып тұрып: "Жарайды, ақылынды айт" депті. Сонда торғай бір аузын қолында тұрғанда, екінші аузын жерге түскен соң айтайын. Өйткені қос қолда қысып тұрған кезде тынысым тарылып, ештеңе айта алмаймын депті. Адам торғайды босатыпты. Біріншісі: "Өткен іске өкінбе." Екіншісі: "Көзіңмен көрмей, еш нәрсеге сенбе" депті торғай. Торғай сәл алсырақ жерге қонып алып: "Сен көп нәрсені білмедің. Менің қарнымда жұдырықтай гауһар бар еді" дейді. Оны естіген адам торғайды қайта ұстап алмақ болып ұмтылыпты. Бірақ торғай әр жерге ұшып қонып ұстатпайды. Сонда торғай адамға қарап: "Менің жаңа ғана айтқан өсиетіме мән бермедің. Өз ақылына салшы. Мен өзім жұдырықтай ғана болсам, қарныма ондай гауһар қалай сияды? Бұл бір. Екіншіден, мен саған ұстатпаймын. Өйткені қанатым бар. Сондықтан өткен іске өкінбе" депті де ұшып кетіпті.